Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді, қамыры осылай жұмсақ болып шығатын асқабақ қосылған мантыны бірге дайындайтын боламыз. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. 300 мг жылы суымызға 1 шай қасық тұзымызды және де жұмыртқамызды салып, тұзымыз ерігенше толықтай араластырамыз. Ыңғайлы ыдысымызға ұнымызды салып, осы жаңағы суымызды біртіндеп құя отырып, қамырымызды жинап аламыз. Осы 300 мг суымыз толықтай жетеді. Аз-аздан құя отырып, қамырымызды біріктіріп жинаймыз. Қамырымызды елеп алғаннан кейін 10 минуттай осылай қайтарып басып илейміз. Бізде осындай қаттылау, қолға жабыспайтын қамыр шығады. Осы қамырымызды беті жабылатын ыдыста немесе целлофан пакетке салып, кем дегенде жарты сағат тынықтырып қоямыз. Салмасын дайындауға кірісеміз. Салмасына пияз, тартылған ет және де асқабақты пайдаландым. Асқабақтың тәтті түрін алсаңыздар, мантыларыңыз өте дәмді болып шығады. Мантыларыңыз сулы, сондай сочный болу үшін ең бірінші пияздың үстіне тұзымызды, қара бұрышымызды және сұйық майымызды құйып, бірінші пиязды араластырып, содан кейін қалған салманы араластырамыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Жарты сағат немесе 40 минуттан кейін кем дегенде осылай қамырымызды аламыз. Иіні қанып, жұмсақ болып тұрады. Шаюға ыңғайлы етіп, 2 бөлікке бөліп алдым. Осылай күлшелеп алып, керек қамырымызды алып, екінші қамырымызды беті жабылатын ыдысқа тағы да салып қоя тұрамыз. Қамырларымызды біркелкі етіп, қатты жұқа немесе қатты қалың қылмай, барлық бөлігін біркелкі етіп жайып аламыз. Барлық керекті заттардың мөлшерін грамдармен төменге описаниеге жазып кететін боламын. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетулеріңізді сұраймын. Қамырымызды осылай жайып алдық. Енді өзіңіздің қалауыңызға қарай үлкен немесе кіші етіп бөліп аламыз. Осылай шеткі бөліктерден бастап бөлемін. Барлығын бір-бірінің үстіне жайып, енді 4 бұрышты бөліктерге бөліп аламын. Салмамызды молдау етіп салып, қамырымызды бүге бастаймыз. Алдын ала майланған манты қазанымызға мантыларымызды орналастырамыз. Көлемі орташа манты қазанымыз осы қамырмен толықтай толады. Егер де манты қазандарыңыздың көлемі үлкендеу болатын болса, қамырды және де салмасын 2 есе ұлғайтып жасасаңыздар болады. Мантыларымыздың барлығын бүгіп алдық. Алдын ала суын қайнатып қойдым. Енді 45 минут пісуге қалдырамыз. Осылай өте дәмді, жұмсақ мантыларымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, үй іштеріңізді қуантыңыздар, ас болсын.